Сіз жұмыртқа қабығының тұнып тұрған кальций екенін білесіз бе? Бүгін біз сіздермен бірге жұмыртқа қабығының пайдасын көрсетіп кететін боламыз. Ең алдымен мен сіздерге жұмыртқа қабығының пайдасын атап өтейін. Бұл бағанаға айтып өткенімдей кальцийдің көзі болып табылады. Ол 100%-ға дерлік осы элементтен тұрады. Онымен қоса бұда минералдар, амин қышқылы, микроэлементтер де бар. Осы элементтердің арқасында бұл шаш пен тырнақты нығайтуға, маска арқылы бетті ағартуға және киімді ағартуға, қақтан, кептен тазартуға көмектеседі. Ендігі біз осы жұмыртқа қабығынан кальций суын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге блендер және су қажет болады. Бірінші біз осы жұмыртқа қабығын блендерден өткізіп аламыз. Сіздер мына нәрсені ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз осы жұмыртқа қабығын суға жақсылап қайнатып аламыз. Сол кезде осы жұмыртқаның сыртындағы микробтар кететін болады. Мен осыны алдын ала дайындап алғанмын. Мінекей мен жұмыртқа қабығын майдалап алдым. Енді бұны ыдысқа саламыз. Мінекей мен өзіме ыңғайлы ыдысқа салып алдым жұмыртқа қабығын. Ендігі осы суымызға жұмыртқа қабығын көп мөлшерде емес, кішкене мөлшерде қосатын боламыз. Бұны және қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Астына жақсылап шөккенше 5-6 минут күтеміз. Содан кейін осы жұмыртқаның қабығы түбіне шөккеннен кейін ол ерімейді, бірақ та бүкіл қасиеттерін суға береді. Мінекей менің кальций суының жұмыртқа қабығы жақсылап шөкті. Ендігі мен сіздерге осы суды ішіп көрсететін боламын. Мінекей жұмыртқа қабығын тастамай осылай неше түрлі кәдеге асыруға болады.